Папаным менің балам. Қараңыздар қандай машина. Ойбай. Мынау айыды. Ойбай. Типа қолмен кетіп отыр. Міне өстіп тазалап, барлығымыз тамақ, анау қосып кетті. В общем, барлығымыз тамақтанайық деп жатырмыз. Барлығымыз болғанда білмеймін, басымыз қосылады сияқты бүгін биоста. Негізі ше оны үйтпейді, әкеш көрсетем қойып. Әні? Мастер-класс көрсетем. Міне? Мен баламмен ойнамаңдар. Ақ көңіл балапаным менің. Біздің монғолдар! Жасасын! Bir-iki dana kuşları. Mama құлады бір өлді. Қалайсыздар, жұма қабыл болсын. Бүгін жұмаға өзімнің класстасым, бауырым, көршім, досыммен кездесіп қалдым. Баха деген жігіт, Мойынқұмдікіміз өзіміз негізі. Жасұлан деген ауылдамыз, бірге өскенбіз бала кезден. Біз Зарикоштың букетін бәріміз жеп отырмыз. Жаным, ақ көңіл ғой, бәріне береді. Жоқ, сен сонда да ше қандай қолдаушылармен келеді ғой, бәрін бөліседі ғой бізге. Жаным. Біз қалай жиналып қалғанбыз, вообще жалпы Айнұр, бәріміз қалай жиналып қалғанбыз. Жаным, алайқы. Ой, бәрінен де Аида бақытты. Аида бәрімізге шай қойып. Енді маған әдемелік қой. Бұлан қой ерек қой. Шымкент ойлақамандар шайды аздак. Жаным, рахмет. Енді маған бересіз. Айтпастай шайды сұндықта айтады. Айдан қарны шылатық бәріміз. Просто сен жалғыз қайынсыңың ғой маған бересіз. Бүгін қосылып едім, бәрің аяқты, бәрің мені істеп жатсыңдар. Маған жетпей алатын болды ғой тек. Ала ғой.